Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің достарым жануарлар. Бүгінгі сабақта ботақан әнін үйренесің. Нота ұзақтықтарымен танысасың. Музыкалық сауатыңды арттырасың. Жануарлар біздің досымыз. Жануарлар алуан түрлі болады. Орман жануарлары және үй жануарлары. Жануарлардың қозғалыстары да әр түрлі. Біреуі тез жүреді, біреуі баяу, біреуі жылдам жүрсе, біреуі асықпай жүреді. Сенің үй жануарың бар ма? Иә, менің күшігім бар. Сүт сүйкімді күшігім бар. Дейді ол ап, 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 ап. Ал менің мысығым бар. Менің аппақ мысығым бар. Дейді ол мяу, 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 мяу. Менде тышқан бар. Әп-әдемі тышқаным бар. Дейді ол шиқ, 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 шиқ. Ап, ап, мяу, мяу, шиқ, шиқ. Менің үйрегім бар. Менің сары үйрегім бар. Дейді ол бар, 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 бар. Менде балық бар. Менің алтын балығым бар. Дейді ол бүл, 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 бүл. Ал менде сиыр бар. Сиыр сүт беретін сиырым бар. Дейді ол мө, 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 мө. Бар, бар, бүл, бүл, мө, 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 мө. Берілген суретке мұқият қара. Түйе қалай жүреді? Аю қалай жүреді? Ал тышқан қалай жүреді? Тасбақа қалай қозғалады? Баяу ма, жылдам ба? Аталған жануарлардың қимыл қозғалысын салып көрсет. Әуенді жаттығу орындайық. Балақан мен алақан. Музыкасын жазған Ескендір Хасанғалиев. Сөзін жазған Абдрахман Асылбеков.
Музыкалық анықтама. Музыкалық дыбыстардың ұзақтығы әр түрлі болады. Төрттік нота. Төрттік нота бірге саналады. Бірге. Сегіздік нота. Сегіздік нота бір немесе ге саналады. Бір. Осы нота ұзақтықтары арқылы балақан мен алақан әніндегі топ-топ сөздерін қолымызды шапалақтап, санап ойнайық. Топ, топ, топ. Бірге, екіге, үшке. Топ, 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 топ. Бірге, екіге, үшке. Жарайсыңдар, балалар. Берілген сөзді үш тілде жаттап алайық. Қазақ тілінде ұзақтық, орыс тілінде длительность, ағылшын тілінде duration. Дауыс жаттығуын жасайық. Балалар, денемізді тіктеп ұстап, дауысты дыбыстарды шашыратпай, ернімізді дөңгелендіріп қайталайық. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Жаңа ән үйренуді бастайық. Балалар, бүгін біз ботақан әнін үйренеміз. Әнді орындау барысында ән айту ережелерін сақтайық. Сабақ аяқталды. Балалар, өз денсаулығымызға мұқият қарап жүрміз бе? Денсаулық ол күлуің, көңіл күйің жадырай. Денсаулық ол жүруің, ешбір жерің ауырмай. Балалар, өз денсаулығымызға мұқият қарайық. Сау болыңдар.